Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді үгілмелі қатпарлы ұйғыр самсасын дайындаймыз. YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, все деп тыңдап қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Самса өте дәмді шығады, бәріңізге жасауға кеңес беремін. Қамырын дайындаймыз. Салқын сармайды ұнға ауната отырып, үкіштен өткізіп алып, араластырып крошка жасаймыз. Оған жұмыртқа, 2 жұмыртқа сарысын, қаймақ, тұз және су қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Елеп болған қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, пакетке немесе пищевая пленкаға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Салмасын дайындаймыз. Ұсақ кубик етіп туралған пиязбен сиырдың фаршына тұз, бұрыш, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Егер сіздің фаршыңыз майлы болса, сұйық майдың қажеті жоқ. Сұйық майдың орнына құйрық май қоссаңыздар болады. Салмамыз мінекей дайын. Тоңазытқыштан 1 сағаттан соң қамырды алып, ұн себе отырып жаямыз. Қамырды жайған кезде тым жұқа етіп те, тым қалың етіп те жаймаймыз. Жұқалығы орташа болу керек. Енді бетіне ертілген сармайымызды жағамыз. Негізі қамырға қосатын және бетіне жағатын сармайды қолданған кезде таза сливочный май қолдансаңыздар, қамырды жаю және түйу барысында еріп кетеді және жұмыс жасауға қиындық туғызады. Сол үшін мен 72% сармай қолдандым. Бірақ таза сливочный май қоса берсеңіздер де болады. Мен алдында таза сливочный маймен жұмыс жасап көрдім. Жұмыс істеу барысында майы еріп кетеді. Бұл самса қамырының фишкасы. Осылай арасына ұн себіп жібереміз. Ауа өтпейтіндей етіп, нығыздап осылай рулет сияқты орап шығамыз. Орап болған қамырымызды тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып аламыз. Мен мұздатқышқа жарты сағатқа қойып алдым. Екінші қамырды да жайып, май жағып, ұн сеуіп, орап, морозилькеге қойып қоямыз. Мен екінші қамырды басқа кездері жасайтын боламын. Мұздатқышта тұра береді. Мұздатқыштан шыққан қамырды шығарып 35 граммнан өлшеп аламыз. Өлшеп алған қамырларды ұн себе отырып жаямыз. Ұнды тым көп мөлшерде сеппеңіздер. Енді өлшеп алған қамырдың үстіне 30 грамм етіп салмамызды салып шығамыз. Осылай шеттерін жақсылап бекітеміз. Бекіткен жерімізді осылай қайырып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Мінекей біздің үгілмелі қатпарлы ұйғыр самсамыз пісті. Өте дәмді болып шықты. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.